Қазақстан президенті тіл мәселесін тойыткен арандатушылар бар деп, оларға жауапкершілік барын ескертті. Никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить. Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толды. Ұйым ұлтаралық жанжалдарды қалай шешті? Сейчас я не могу перечислить, но очень много были конфликтов, которые ассамблея его решила мирным путем. Тоқаев теңдессіз ұйым деген ассамблеяның миссиясы қандай? Саясаттанушы оны биліктің саяси құралы деп біледі. Бұл тек автократиялық билікке ғана тән тәсілдер. Армысыздар, назарларыңызға бейсенбінің бас оқиғаларын ұсынамыз. Хабарымызды өзгелердің де көру үшін осы видеоға лайк басып бөлісе отырыңыз. Бүгін Астанада Қазақстан Халқы Ассамблеясының 34-ші сессиясы өтті. Жиынды президент Қасым-Жомарт Тоқаев ашып, жарты сағат сөз сөйледі. Ол ассамблея мүшелерін ұйымның 30 жылдығымен құттықтап, атқарылған жұмыс туралы баяндама оқыды. Сөз арасында Тоқаев әлдебір арандатушыларға тағы шүйлігіп, біреудің ақшасына демократия орнатуға тырысып жүргендер бар деді. Сөз не деген тыңдап алайық. Важно уметь отделять зерна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений. Перед законом все равны, поэтому мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку. По сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо четко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии, межэтническое согласие, по большому счету никого не волнует. Президент Тоқаев әлдебір арандатушылар туралы 2022 жылы болған қанды қаңтар оқиғасынан кейін жиі айта бастады. Сол кезде ол дүрбелеңнің ушығуына ел мүддесіне қарсы жұмыс істейтін кәсіби арандатушылар кінәлі деген. Бірер айдан соң арандатушылар Қазақстанның өз бетінше саясат жүргізуіне, ел ішіндегі бірлікке қанша қаласа да нұқсан келтіре алмайды деді. Ал былтыр күзде президент шетелден көп қаржы алатын арандатушылар бар деп, олар Қазақстанда бүлік шығарғысы келсе де талпыныстарынан ештеңе шықпайды, оған жол бермейміз деген. Тоқаев осы күнге дейін арандатушылар деп ешкімнің атын атап түсін түстемеген. Шетелден қаржы алып Қазақстанның конституциялық құрылымына қарсы жұмыс істеді деген айыппен жауапқа тартылған азаматтық қоғам өкілдері жайлы да ақпарат жоқ. Бұған дейін Азаттыққа пікір білдірген кейбір саясаттанушы президент Тоқаев арандатушы деп билікті сынайтын азаматтық қоғам мен тәуелсіз басылымдарды меңзейді деп топшылаған. Президенттің әлдебір арандатушылар туралы сөзі бұл жолы да елеусіз қалған жоқ. Желіде журналистер мен блогерлер Тоқаевтың қастық ойлайтын шетелдік арам пиғылдағы адамдар деп азаматтық қоғамға шүйліккенін сынап жатыр. Батыс Қазақстаннан хабар тарататын Уральская неделя газетінің бас редакторы Тамара Ислямова президент осыған дейін ең болмаса бір арандатушыны көрсетуі керек еді дейді. Тоқаевтың сөзіне әлдебіреу журналистер мен бақтың арам пиғылы бар деген ойды тықпалап жатқаны анық. Бірақ ақпарат министрлігі, президент әкімшілігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, Ақорданың төңірегіндегі басқа мекемелер ешбірі осыған дейін халықаралық донорлардың бүлікке, арандатуға, бопсалауға тапсырыс бергенін дәлелдеген емес. Арандатушы дегенге қандай да бір айғақ болса, жұртшылыққа жариялау керек еді. Арандату деген президенттің сөзі түсінікті әрі дәлелді болу үшін журналистер қандай нұқсан келтірді, қалай жала жапқанын көрсеткені жөн. Өз басым ондайды ешқашан көрген емеспін. Оларда мұндайға дәлел жоқ. Мұның астарынан билік сөз бостандығын негізгі құндылық ретінде мойындамайтынын және президент азаматтардың осы конституциялық құқығын құрметтемейтінін ғана көріп тұрмын. Мұның артында қоғамның журналистер мен баққа деген сенімін төмендетуге тырысу талпынысы тұр деп ойлаймын. Президенттің журналистерге осылай шүйліккені кері кеткеніміздің белгісі. Ассамблея жиынында президент әдеттегідей біраз мәселенің басын шалды.
Қазақстанның ішкі сыртқы саясатын, оның ішінде көрші елдермен қарым-қатынас артып, бірлік нығайғанын, Қазақстанда тұратын ұлттардың достығы туралы айтты. Тоқаев қоғамда кейінгі кездері жиі көтерілетін тіл мәселесіне де тоқталды. В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны, будут пресекаться и наказываться по закону. Тоқаев тіл мәселесіне келгенде де шетелде отырып, әлде бір ұйымдардың ақшасы мен тапсырмасына деструктивті әрекетпен айналысатын арандатушылар бар дегенді айтты. Нақты кімді меңзегені құпия қалды. Тоқаев ассамблея жиынында Қазақстанның көрші елдермен тату тәтті әрі достық қарым-қатынас орнатқанын айтып, Ресей Қазақстанның бұрыннан келе жатқан негізгі стратегиялық серіктесі әрі сенімді одақтасы деді. Қытай халқы қазақ халқына ешқашан зиян келтірген жоқ, болашақта да зиян келтірмейді деді. Қырғыз, Түркімен, Әзербайжан халқымен де бауырластық зор екенін айтты. Оның сөзінше, елдегі ұлттар достығының артуына ассамблеяның еңбегі ұшан теңіз. Ассамблея былтыр 15 мыңнан астам іс-шара ұйымдастырып, оған 1 миллионға жуық адам қатысқанын атап өткен. Тоқаев бұл ұйымды этносаралық қатынас саласындағы теңдессіз институт деп бағалады. Ал жиын соңында ассамблея мүшелерінің кейбірін марапаттап, медаль тақты. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толды. Билік бұл институт жұмысын ұлтаралық жанжалдардың алдын алатын, этностар татулығына кепілдік болатын бірегей ұйым деп бастаған. Алайда ұлтаралық сипаты бар кикілжіңдерде үнсіз қалып, көптің сынына қалған кезі аз емес. Есесіне билік бастаған саяси науқандар кезінде өте белсенді. Әсіресе елді 30 жылдай билеген Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында президентті ұлықтайтын көп үндеу жасады. Ұйым әуел баста не үшін құрылып еді? Назарбаевқа бұл институт неге керек болды? Ұлтаралық қақтығыстардың шешілуіне ықпалы болды ма? Тасқын Болатұлы шолып шықты. Қазақстан Халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1 наурызда ресми құрылды. Оның негізін қалауға тәуелсіздіктің бастапқы жылдарында елдің батыс, солтүстік, шығыс өңірлерінде сепаратистік пиғыл күшейгені түрткі болған делінеді. Мәселен, 1992 жылы Өскеменде Алтай орыс автономиясын құру жөнінде бастама көтерілген. Сол кезде жергілікті белсенділер түрлі ұлт өкілдерінен ұйым құрып, жікшілдерді тоқтатқан. Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылатыны осы тұста тәуелсіздікке 1 жыл толуына арналған Қазақстан халқының форумында бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың аузынан шыққан. Ол мұндай идеясына ұлтаралық астары бар оқиғалар әсер етті деп нақты айтпаған. Ұйым құрудың себебін этносаралық келісім күшейіп, мемлекет дамуы тұрақты болады деп түсіндірген. 2007 жылға дейін ұйым Қазақстан Халықтар Ассамблеясы деп аталатын еді. Сосын атауы Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп өзгертілді. Мұны ресми астана барлық этнос мемлекет құраушы негізгі ұлт қазақ халқының төңірегінде топтасып, бір халық, бір отан, бір идея аясында алға жылжимыз деп ұқтырды. Алайда ассамблея ұлтаралық жанжалдарда үнсіз қалып келді. 2015 жылы ақпанда Оңтүстік Қазақстан облысындағы Ынтымақ пен Бостандық ауылдарында кикілжің туды. Бір қазақтың өліміне тәжік ұлтының азаматы айыпты деп танылған соң, негізінен қазақтардан тұратын жергілікті тұрғындар тәжік азаматтарын ауылдан көшіруді талап етті. Ол кезде Қазақстан Халқы Ассамблеясының сайтына бұл тақырыпқа арналған бірде-бір мәлімдеме салынбады. Тура сол уақытта ассамблея кезектен тыс президент сайлау идеясын ұсынып жатқан еді. Бір жылдан кейін 2016 жылы ақпанда Жамбыл облысының Бурыл ауылында өлтірілген қазақ баласының қазасына этникалық түрік азамат күдікті деп танылған соң, жергілікті тұрғындар түрік қауымдастық өкілдерін көшіруді талап етті. 2019 жылы қаңтарда Қарағандыда қазақтар мен армяндар арасында болған жаппай төбелес салдарынан қазақ жігіт қаза тапты. Осыдан кейін қалада наразылық шаралары өтіп, акцияға қатысушылар биліктен түсініктеме беруді және кінәлілерді қатаң жазалауды талап етті. Қазақстан Халқы Ассамблеясының сайтында аталған екі жайтқа байланысты да ешқандай реакция болған жоқ. 2020 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданындағы оқиғалардан кейін Қазақстан Халқы Ассамблеясы реакция білдірді. Бірінші рет ассамблея сайтына этнобірлестік өкілдерінің Жамбыл облысындағы қантөгісті айыптаған мәлімдемесі жарияланды. Кандидатуры лидера нации, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева на внеочередные выборы президента. Саясаттанушылардың кейбірі ассамблея өз міндетін тәуелсіздіктің бастапқы жылдарында орындады, одан кейін тек президенттің ыңғайына жағатын ұсыныстарды қозғайтын және оның мақтауын асыратын орган болып қалды деп есептейді.
Мысал ретінде 1995 жылы қазығын қаға сала Назарбаевтың президенттігін 5 жыл ұзарту жөнінде референдумға бастамашы болғанын, 2015 жылда кезектен тыс президент сайлауын өткізу идеясын ортаға тастағанын айтады. Мен халқыма сенемін, сіздерге сенемін. Ассамблеяға 2007 жылы конституциялық мәртебе берілді. Осыдан соң ұйым өз арасынан мәжіліске 9 депутат сайлауға құқық алды. Басым бөлігін биліктегі партия өкілдері толтырып тұрған төменгі палатаға осылайша президент төрағалық ететін тағы бір органның адамдары келіп, біраз мандатты алды. Тәуелсіз емес деп сыналатын мәжілісте қаңтар оқиғасынан кейін өзгеріс жасалып, бір мандатты округтен жекелеген депутаттарға орын берілді. Ассамблея өкілдеріне берілетін орын қысқартылды. Бірақ ассамблея парламент қабырғасынан біржола кеткен жоқ. Жоғарғы палата сенатта 5 өкілін сайлауға құқылы. Биыл 30 жылдығын атап өтіп жатқан ассамблеяның өзі айтылған сындарды жоққа шығарып, қыруар шаруа тындырғанын айтады. Мемлекеттік Қазақпарат агенттігі атаулы датаға орай шығарған мақаласында ассамблеяның артықшылықтарына тоқталған. Соған сүйенсек, ұйым әр өңірдегі достық үйлер арқылы түрлі этностардың басын қосқан іс-шаралар ұйымдастырады. 2023 жылы құрылған ақсақалдар кеңесі түзеу мекемелеріндегі адамдарға кеңес береді, суицидпен және экстремизммен де күреседі. Ал аналар кеңесі отбасы құндылығын дәріптейді. Этномедиация институты жанжалды жағдайлардың алдын алуға, ондай жағдай бола қалғанда әрекет ету дағдысын қалыптастыруға арнап тренингтер өткізеді. Сонымен бірге ассамблея этносаралық оқиғаларға зерттеу жүргізеді. Ассамблея төрағасының орынбасары Дмитрий Останькович ұйым жұмысы ұлттардың мәдениетін сақтаумен ғана шектелмейді дейді. Айтуынша, ассамблея халықты бір-бірін сыйлауға құлшындырады. Қазақстан халқы ассамблеясына президент төрағалық етеді. Ұйым құрамында ресми 583 адам бар. Бірақ жанынан құрылған институттарға мыңдаған адам мүше. Астана, Алматы, Шымкент қалаларында және облыстарда аймақтық ассамблеялар бар. Оларға жергілікті әкімдіктер төрағалық етеді. Қазақстан халқы ассамблеясы президент жанындағы орган. Қаржыны үкімет пен жергілікті атқарушы органдардан алады. Бірақ ашық дерек көздерден оның нақты қанша қаржы алып отырғанын білу мүмкін емес. Бұқаралық ақпарат құралдары мемлекеттік органдарға сүйеніп, 2018 жылы қоғамдық келісім институтына ассамблеяның іс-шараларын ұйымдастыру үшін 527 миллион теңге, 2019 жылы 583 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді деп жазған. Орда сайты 2021 жылы ассамблея жылына 2 миллиард теңге жұмсайды деген. Ресми сайтында қаржы есептері жоқ. Ұйым іс-шаралардың барлығын артық шығынсыз өткізетінін айтады. Алайда оған тым көп қаржы бөлінетін жөнінде сын толастаған емес. Бүгін ассамблея отырысына қатысқан депутат, бұл ұйым ел ішіндегі ұлтаралық жанжалдардың бейбіт шешілуіне ықпал етіп отыр деді. Бірақ нақты кейсті есіне түсіре алмады. Ал саясаттанушы Талғат Қалиев ассамблеяны ел бірлігіне үлес қосып отырған тарихи институт деп баға берді. Бақытымызға қарай біз елімізде этносаралық келісімді сақтап қалып отырмыз. Ассамблеяның үлесі бұл жерде өте зор деп білемін. Өз басым ассамблея мүшесімін, Аманат партиясының мүшесімін дегенмен, әрқашанда елімізде болып тұратын этносаралық келісімді нығайтуға, сақтауға, қалыптасуға мен бірінші қатарда болып отырмын. Менің міндетім деп білемін, басқа адамдар, басқа азаматтар солай деп ойлауға тиісті деп ойлаймын. Өйткені енді былай қарағанда соғыс болмаған жерде бейбітшілік туралы ойламайсың ғой. Ол кәдімгі күнделікті өмір деп түсінесің. Бірақ та басқа мемлекеттерге, басқа елдерге біз назар аударып, осыны қалай деуші едік, бастапқы түрде жоққа шығаруымыз қажет. Әр түрлі этносаралық, діниаралық қақтығыстарда. Біздің бірлігін, ерлігіміздің сол бір мүддесін қорғайтын институттың бірі деп ойлаймын. Ал мынау қақтығыстарды сіз айтып отырсыз, бізде кейбірде өзі қателесіп этносаралық қақтығыс деп белгілей салады әртүрлі қақтығыстарды. Бірақ этносаралық қақтығыс деген ол мынау ксенофобия немесе сол бір-бірін жек көруден басталатын қақтығыстар. Ал егер олар алдымен бір қақтығыс болып қалып, сосын ойбай, мен осындай этностың өкілімін, мынандай этностың өкілі деп шыға келгенде, ол басқаша процесс. Мысалы, егер жолда бір екі көлік соғып болса,
әр жағында біреу келіп, сол айналып келгенде біреу этностың өкілі, екі этностың өкілі болып, сосын бауырларын шақыратын болса, төбелесіп. Бөтен келе жатқан адам оны көріп ойлайды, мынау екі этнос төбелесіп жатыр. Сондықтан оның себебі тек қана сол жолда болған оқиға. Сондықтан оны солай шатастыруға болмайды. Бірақ осындай жағдайларда Қазақстан Халқы Ассамблеясы үлкен үлес қосады. Өйткені ол бізде этномедиация деген институт бар. Соны сол жаққа шыға салып, сол жерде жұмысты бастайды. Сосын сол дауды басып, халыққа сол түсіндіру жұмысын өткізіп, соны жұмысты жасап жүреді. Оны жан-жаққа тарамайтын сол ақпарат, ол жұмыс былай көрінбейді, бірақ ол жасалып жатады. Сондықтан біздің елдің тұрақтылығын қазірде Қазақстан Халқы Ассамблеясы сақтап отырған бір институт. Единство народов. Сила этой ассамблеи. Единство, взаимопонимание, толерантность друг друга. Это важный институт сегодня для Казахстана, что это объединяет всех народов. И в любой конфликт, сейчас я не могу перечислить, но очень много были конфликтов, которые ассамблея его решила мирным путем. Саясаттанушы Шалқар Нұрсейіттің сөзінше ассамблея түбінде өздігінен тарап қоғамға қажет болмай қалатын ұйым. Бірақ ол үшін әуелі Қазақстанда демократия орнап, әр адамның құқығына кепілдік берілуі керек дейді. Сарапшы ассамблеяның аз ұлттар үнін жеткізіп, мәдениет сақтап қалу бағытындағы жұмысын жоққа шығармайды. Бірақ оны қаржыландыратын ресми биліктің бұл ұйымды әкімшілік ресурс ретінде қолданатынын сынға алды. Әріптесім Аян Ғалмұрат саясаттанушымен сұхбаттасып, одан Қазақстан Халқы Ассамблеясы әуелгі құрылған мақсатына сай жұмыс істеп отыр ма деп сұрады. Енді Қазақстан Халқы Ассамблеясы, мен ойымша, мынау әсіресе 90-шы жылдарының басында құрылған кезде тарихи миссиясын осы уақытқа дейін меніңше атқарған институттардың бірі деп ойлаймын, яғни этникалық қарым-қатынасты жұмсартуға, мынау конфронтациядан диалогқа өтуге ықпал еткен қоғамдық саяси институттардың бірі. Енді мынау қоғамда түрлі әңгіме бар, бұл институт тарату керек деген секілді. Менің ойымша бұл процесс табиғи түрде болашақта жүретін болады. Ол тікелей қазіргі мынау еліміздегі саяси режимнің табиғатының өзгеруімен байланысты болады деп ойлаймын. Дегенмен де ассамблея өз жұмысын атқарды, бірақ өкінішке қарай мынау этникалық қарым-қатынасты үйлесімділігін арттыру ғана емес, сонымен қатар саяси режимнің қолбаласы ретінде басқа мынау бізде жазушылар одағы секілді тағы басқа түрлі қоғамдық ұйымдармен бірге саяси мақсатта қолданылады. Әсіресе ол мынау референдум кезінде, саяси науқандар кезінде, сайлау кезінде, президенттің жолдауына қолдау деген науқан кезінде бұл институттардың абыройын өкінішке қарай билік саяси ұпай жинау мақсатында, халықтың көпшілігі бізді қолдайды деп көрсету мақсатында бұл институттарды өз саяси мақсатында қолданады. Нәтижесінде игі мақсатта, игі миссиямен құрылған ұйымдар өкінішке қарай осындай саяси шешімдердің салдарынан, шолақ саяси шешімдердің салдарынан елдің көз алдында өз абыройын жоғалтады, одан бөлек саяси ықпалы да саяси жүйеде азаяды. Шалқар мырза, ассамблея сіз айтқандай түбі тарап кетсе, этностардың мүддесін қорғап, мәдениетін сақтап қалуға жұмыс істейтін мынадай ұйымдар жұмысты қалай жалғастыруы мүмкін? Түбінде, мен ойымша, табиғи түрде бұл қазіргі саяси жоба ретінде қаралатын ұйым қоғамдық бір шынайы ұйымға айналатын да шығар. Ол тек қазіргі формасында емес, әрбір этникалық топтың өкілдері саналатын, өкілдерінен құралған бірлестіктер өз алдына мынау табиғи түрде ешқандай биліктің тапсырмасыз өз қоғамдағы миссиясын атқарады деп ойлаймын. Бірақ ол үшін қайталап айтам, бізде саяси жүйе өзгеру керек, азаматтардың санасы өзгеру керек, қоғамдық қарым-қатынастарда бізде азаматтар биліктің шешімдерін қабылдауға атсалыса алу керек. Ол қайталап айтам, ешқандай шығу тегіне қатысты емес, осы елдің азаматы болған үшін конституциялық құқығын сайлануға және сайланған орындарға дауыс беруге шынайы ашық сайлауда өз үнін ескерте алатындай мүмкіндік болған кезде этникалық қарым-қатынастар, мынау саяси дискриминация болып жатыр деген сұрақтар менің ойымша өз-өзінен күн тәртібіне түсіп қалады. Қазақстанда ресми дерек бойынша 124 этнос бар делінеді. Ассамблея жанында 15 тілде шығатын ондаған басылым бар екен. 34 достық үйі, 1000-ға тарта этностық бірлестік бар. Демократия принципі тұрғысынан этностар мүддесін қорғайтын, олардың үнін жеткізетін осындай өкілдіктерге қолдау көрсету негізінен дұрыс емес пе?
ал мемлекет ол меніңше қолдайтын болса қаржылай, менің ойымша ол жерде керісінше елдегі мынау этникалық үйлесімділікті, этникалық қарым-қатынасты оңтайландыруға оң ықпал ететін болады. Жалпы ассамблеяның осы бағыттағы жұмыстарын, Қазақстан билігінің осы бағыттағы жұмыстарын жоққа шығармауы керек. Дегенмен де ол жұмыстар мемлекеттің тарапынан онсыз да жасалу керек жұмыстар. Және біз осындай жұмыстарды жасап жатырмыз деп міндетсініп ассамблеяға біздің саяси бастамаларымызды қолдаңдар, біздің барлық жобамызға дауыс беріңдер, азаматтарды соған шақырыңдар деу, бұл әлбетте этика тұрғысынан да, жалпы саяси тұрғыдан да қате болар еді. Сондықтан біз бұл жерде ара жігін ажыратып алуымыз керек. Мемлекеттің мынау халықаралық заңнамалар бойынша өз азаматтарының алдында міндеттері бар, және сол міндеттерін орындаған үшін міндетсініп азаматтарға саяси лояльділікті танытыңдар деу, бұл тек автократиялық билікке ғана тән тәсілдер. Ал демократиялық мемлекеттерде ол азаматтар мигрант болып келе ме, жоқ, сол елде ашыл этникалық топтың өкілі болып туылса да, ол азаматтар барынша дискриминацияға ұшырамауға мемлекеттік билік мүдделі. Ассамблея мүшелері өздері айтқандай, ұлтаралық қақтығыстардың алдын алуға, шешуге қаншалықты қабілетті деп санайсыз? Институт ретінде миссиясын қаншалықты сәтті атқарып отыр? Ассамблея бір монолитті, барлығы бір миссияның аясына жұмылдырылған, бір-бірін қолдайтын, ешқандай конфликті болмайтын, бір керемет ұйым ретінде бағаланбау керек, қаралмау керек. Ол да мынау тірі организм ретінде қарайтын болсақ, ол да бір қоғамдық саяси институт, ол жерде де түрлі интригалар, түрлі амбициясы бар азаматтар бар, және одан бөлек бізде мынау сенатта 5 квота бар, сенаторларға берілетін. Одан бөлек ассамблеяның ішінде өзінің иерархиясы бар. Сол иерархияның жоғарғы жағына шыққысы келетін азаматтар бар, және олар мынау президент әкімшілігімен, үкіметпен, жергілікті билік өкілдерімен тығыз қарым-қатынаста болады. Күнделікті жергілікті жерде азаматтардың мынау тікелей қарым-қатынасына бақылау, жергілікті жердегі конфликттің ұлттық деңгейдегі конфликтке айналып кетпеу үшін бір медиациялық жұмыстар жүргізу, менің ойымша жасалады, бірақ тиімділігі сұрақ туғызады. Қаншалықты олар дер кезінде ол процеске араласады, қаншалықты сол медиатор болатын азаматтар кәсіби жағынан шыңдалған, қаншалықты олардың шын осындай конфликттерде жинаған тәжірибесі бар. Ең бастысы, олар медиатор болатындай түрлі этникалық топтардың, өз этникалық топтардың арасында сенімі бар ма қоғам тарапынан, абыройы бар ма деген басты сұрақтар туады. Көп этнос тұратын басқа елдер аз ұлттардың құқығын, мүддесін қалай қорғайды? Ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу мәселесін қалай реттеледі? Қазіргі жалпы саяси режим, билік, ассамблея бұл әлемде теңдесі жоқ ұйым. Біздің бұл ойлап тапқан ноу-хау деген секілді бір анықтама беріп жатады. Шын мәнісінде ассамблеяға ұқсас көптеген елдерде, демократиялық мемлекеттерде, авторитарлық елдерде, Қытайда, Ресейде, одан бөлек мынау Швейцарияда, Канадада, Испанияда, Сингапурда, Малайзияда, тағы басқа түрлі мемлекетте ассамблея ұқсас ұйымдар көп. Мысалы, Үндістанда бұл ұқсас ұйым, ол жақта заң және сот билігіне байланысты ықпалы бар. Ал қалған мемлекеттерде, мысалы Швейцарияда, Канадада, көбінесе олар мынау азаматтардың Швейцарияға немесе Канадаға көшіп келген мигранттардың жерсінуіне оң ықпал етуге, олардың өзінің мәдени, тілдік ерекшеліктерін сақтай отырып, бірақ Канада немесе Швейцария азаматы ретінде сол ортаға сіңісуіне ешқандай конфликтсіз, барынша, мейлінше оңтайлы жағдайда сіңісуіне ықпал ету функциясын атқарады. Бұл тікелей саяси режимнің табиғатымен байланысты болады. Егер мемлекетте автократиялық билік болатын болса, әлбетте ондай институттар өзінің әу бастағы миссиясын емес, саяси режимнің тапсырмасын орындауға ден қоятын болады. Және түбінде олардың қызметі қоғамда теріс бағаланады, абыройы жоғалады, репутациясына дақ түседі. Сондықтан мен ойымша бізде мынау жасанды жолмен қоғамдағы түрлі этникалық қарым-қатынасты реттеуден бұрын елдегі құқық үстемдігі, азаматтардың заң алдында тең болу іс жүзінде, өз құқықтарын сотта болсын, мынау құқық қорғау органдарында болсын, іс жүзінде қорғай алуына мемлекет жағдай жасау керек.
азаматтар барлығымызға бірдей адамның қабілетіне, еңбегіне байланысты әділ бағаланады. Жұмыста болсын, қоғамда болсын, мемлекеттік органдарда болсын, осындай әділетті жүйе орнады деп сенген кезде бізде мынау этникалық қақтығыс, адамдардың діни түр сипатына, шығу тегіне байланысты бөлінісі табиғи түрде өз-өзінен азая беретін болады. Азаматтар бірінші кезекте бірі-бірін объективті факторлар бойынша, яғни оның біліміне, еңбек өтіліне, қарым қабілетіне байланысты бағалайтын болады. Сондықтан мен ойымша біз сол мақсатқа жетуіміз керек. Ол үшін қайталап айтам, бізде қоғамдық саяси қарым-қатынастар демократиялық бағытқа өзгеру керек. Және азаматтардың санатында да сілкініс болу керек. Өйткені мен осы мемлекеттегі этникалық басым топтың өкілімін, менің құқықтарым басқаларына қарағанда көп болу керек деген секілді жаңсақ түсінікте бұл мынау азаматтық негізде мемлекет құруды кешеуілдетеді. Сондықтан мен ойымша осы бағытта да көп жұмыс атқарылу керек. Енді жаһан жаңалықтарына кезек берейік. 26 адам қаза тапқан теракттен кейін Үндістан мен Пәкістан әуе кеңістіктерін жауып, бұған дейін жасалған келісімдерін үзді. Ал Ресей басқыншылығын сынаған генерал-майор алаяқтық бабымен 5 жылға сотталды. Осы және өзге жаңалықтарды Мейірім Бақытжан толықтырады. Қырғыз үкіметі қырғыз тілін елдегі бірқатар мамандық иелеріне білуге міндеттейтін заң қабылдады. Құжатқа сәйкес мемлекеттік қызметкерлер, мұғалімдер, дәрігерлер, ғалымдар және басқа да муниципалды ұйым қызметкерлері өз міндетін атқару үшін қырғызша білуге тиіс. Заңда әр салаға арналған мерзім мен деңгей бар. Мысалы, мемлекеттік қызметкерлер биылдан бастап қырғыз тілін орташа деңгейде, ал 2027 жылдан бастап орташадан жоғары деңгейде білуге міндетті. Ал қалған қызмет иелері үшін мұндай талап 2026 және 2028 жылдан бастап күшіне енеді. Қызметкердің ұлты қырғыз болмаса, оған қойылатын талаптар сәл жеңілдеу. 2026 жылдан бастап базалық деңгейде, 2028 жылдан бастап орташа деңгейде сөйлей алуы керек. Ресейдің Украинаға басқыншылығын сынаған бұрынғы генерал-майор 5 жылға сотталды. Әскери сот оны ірі көлемде алаяқтық жасады деп тапқан. Бұрынғы қолбасшы айыпты мойындамайды. Майдандағы шындықты айтқаным үшін негізсіз қудаландым деп санайды. Иван Попов Ресейдің Украина оңтүстігіндегі бөлімдеріне басшылық еткен 58-ші армияның бұрынғы генерал-майоры. Ол Украина майданына жақын жерлерде қорғаныс құрылымдарын салуға арналған $1,5 миллион тұратын металл өнімдерін ұрлады деп айыпталды. Попов 2023 жылы желіде тарап кеткен аудио хабарламасында Мәскеудің соғыс жүргізу тәсілін сынаған, қаза тапқан ресейлік сарбаздар туралы әскери барлау құралдары мен қару-жарақ жетпейтінін айтқан. Аудиосы тарап кеткеннен кейін ол қызметінен қуылған. Жақтастары Поповты билікке жақпайтын шындықты айтқан үшін жазаланған дарынды генерал деп сипаттайды. Бұрынғы әскери қызметкер сот процесі кезінде Ресей президенті Владимир Путинге ашық хат жолдап, өзіне қарсы қозғалған қылмыстық істі тоқтату үшін майдан шебіне жіберуді сұраған. Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Мун Чжэ Ин пара алды деген күдікке ілінді. Ол елді 2017-2022 жылдар арасында қазір істі болып жатқан президент Юн Сок Йолге дейін басқарған. Сеул прокуратурасының дерегенше, бұрынғы президент Мун Чжэ Ин күйеу баласын жұмысқа орналастыруға көмектескені үшін депутат Ли Сан Чикті Оңтүстік Кореядағы мемлекеттік агенттікке басшы қызметіне тағайындаған. Тергеу барысында прокурорлар экс-президенттің күйеу баласының жұмысқа орналасуы, алған жалақысы мен шығындарын тексеріп жатыр. Орган бұл жұмысқа төленген шамамен $180 мың көлеміндегі жалақыны күмәнді деп бағалап, сол кездегі президентке берілген пара ретінде қарастырып отыр. Бұрынғы депутатқа да парақорлық және сенімге қиянат жасау баптары бойынша айып тағылған. Былтыр желтоқсанда Юн Сок Йол парламентті таратуға әрекеттеніп, әскери жағдай енгізіп, ұлттық ассамблеяны күшпен басып алуға бұйрық берген үшін импичментке ұшыраған. Биыл 4 сәуірде Конституциялық сот бұл импичментті бір ауыздан мақұлдап, Юн Сок Йолды қызметінен ресми түрде босатты. Ол қазір елде бүлік жасамақ болды деп айыпталып, сотқа тартылып жатыр. Елді уақытша басқару премьер-министр Хан Дак-суға жүктелді. Кезектен тыс президент сайлау 3 маусымға белгіленген.
Үнді полициясы 26 адам қаза болған лаңкестік шабуылға кінәлі деп 3 күдіктінің аты жөнін жариялады. Олардың екеуі пәкістандық дегеннен басқа ақпарат бермеді. Осыдан кейін Үндістан Пәкістанмен қарым-қатынасын үзді. Инд өзені бойынша 60 жылдан астам уақыт күшінде болған су бөлу туралы келісімді тоқтатты және екі ел арасындағы жалғыз жер арқылы өтетін шекараны жапты. We will pursue them to the ends of the earth. Оларды жердің түбіне дейін қуамыз. Үндістанның рухын терроризм ешқашан сындыра алмайды. Терроризм жазасыз қалмайды. Terrorism will not go unpunished. Артынша Пәкістанда Үндістанмен әуе қатынасын жауып, су келісімінен бас тартты. Бұл мәлімдемені Пәкістан премьер-министрінің кеңсесі ұлттық қауіпсіздік комитетінің отырысынан кейін жариялады. Пәкістанның егемендігіне және халқының қауіпсіздігіне төнген кез келген қауіп барлық салада нақты әрі тепе-тең жауапқа ұшырайды. Пәкістанға тиесілі суды тоқтату немесе басқа бағытқа бұру әрекеті соғыс жариялау ретінде қаралады. 22 сәуір күні Үндістан бақылауындағы Кашмир аймағында туристерге шабуыл жасалып, 26 адам қаза тапқан, 20-ға жуық адам жараланған. Таулы қыратты жерге екі ел көптен бері таласып келеді. Бүгінге айтарымыз осы болды. Өзге ақпаратты Азаттық сайты мен желідегі парақтарынан табасыздар. Жер жаһан мен Қазақстандағы маңызды оқиғаларды білу үшін күн сайын Азат Ньюс көруге шақырамыз. Ол үшін YouTube арнамызға жазылып алыңыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.